Қайырлы күн балалар. Барлығымыз кәнекей отырайық. Балалар, бүгін біз жаратылыстану сабағына қош келдіңіздер. Ендеше бала сабағымызды бастамас бұрын көңіл-күйімізді естіріп алайық. Кәнекей барлығымыз орнымызға отырайық. Балалар, осы біздер қандаймыз? Осы біздер қандаймыз? Осы біздер қандаймыз? Өте жақсы. Балалар, біз бүгін жаңа сабағымызды бастамас бұрын құндылықтарға байланысты мен сіздерге үй тапсырмасын сұрағым келіп тұр. Біз бұл жерде кімді көріп тұрмыз? Әжейді көріп тұрмыз, иә? Енді балалар, әжейдің ыдысы қандай? Бос, иә? Енді балалар, тағы да біз не көріп тұрмыз? Бауырсақ болдысын қандай тағамыз? Ендеше балалар, біз осы бауырсағымызды әжейдің бос ыдысына жинауымыз керек. Яғни бүгінгі балалар, біз үй тапсырмасын бауырсақ жинау әдісі бойынша сұрайтын боламын. Ендеше қазір балалар, мен мынаны жылжытқан кезде бірінші сұраққа жауап береміз. Сұраққа жауап бергеннен кейін мына бауырсақ мұнда толтырылатын болады. Ендеше балалар, қазір бірінші сұрағымызды қоямыз. Тыныс алу үдерісіне қандай ішкі мүшелер қатысады? Кім жауап береді? Келеуін, Расул. Оған мұрын, кеңірде, ауа тамыры, өкпе. Баса ғой. Не болды? Біздің бауырсағымыз не істеді? Болды, иә? Келесі сұрақ. Өкпе қайда орналасқан? Келеуға сен? Кеуде қуысында орналасқан. Дұрыста ғой. Бауырсағымыз толып жатыр. Келесі сұрақ балалар. Ас болу дегеніміз не? Келеуға Ализа. Сұраққа жауап береді. Ас қорыту дегеніміз адамның қоректенуі. Көрікті заттардың ағзаға сіңуі. Өте жақсы. Кәнекей баса ғой. Бауырсағымыз толып жатыр. Өте жақсы. Келесі сұрағымыз болады. Ас қорытуға қандай ағзалар қатысады? Кім айтады? Айым. Ауыз, өңеш, асқазан, ашшек, тоқшек. Өте жақсы. Баса ғой. Бауырсағымыз толған екен. Жоқ, тағы да бір. Және де балалар, соңғы сұрақ. Дұрыс тамақтану дегеніміз не? Дұрыс тамақтану дегеніміз не? Айсұлтан. Дұрыс тамақтану дегеніміз пайдалы тағамдарды жеу. Дұрыс, пайдалы тағамдармен қоректелуге. Ол пайдалы тағамдар қандай тағамдар? Алма, жеміс-жидектер, көкөністер. Ал мына біздің жылдам дайын болатын тағамдарымыз бар ма? Мәселен, хот-дог, бургер деген солар біздің ағзамызға пайдалы ма? Пайдалы емес екен, баса ғой. Бауырсағымыз болып келесі соңғы сұрағымыз. Өкпенің қызметі қандай балалар? Өкпе қандай қызмет атқарады? Абдрахман. Тыныс алу қызметін атқарады. Екен, өте жақсы. Балалар, біздің үйге берген тапсырманың барлығын біз дұрыс жауап бердік. Әжеміздің бос ыдысы бауырсақтарға толды. Өте жақсы балалар. Үй тапсырмасына тамаша дайындалып келген екенсіңдер. Ендеше балалар, біз жаңа сабақ өтетін боламыз. Біздің жаңа сабағымыз бөлім адам. Тақырып
айналым жүйесі қалай жұмыс істейді? Оқу мақсаты 3-2, 3-4 қан айналым жүйесін және оның адам ағзасындағы рөлін сипаттау. Сабағымыздың мақсаты қан айналым жүйесіне қандай мүшелер жататынын анықтайды екенбіз. Яғни балалар, бүгінгі сабақта сендер нені білетін боласыңдар? Бірінші, қан айналым жүйесі дегеніміз не? Қан айналым жүйесінің қызметі, маңызды ғылыми жаңалықтардың біздің өмірімізге әсері, және де қан айналым жүйесіне жасатын мүшелердің орнын анықтайтын болады екенбіз. Енді балалар, біз жаңа сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Ендеше біздің бірінші тобымыздың аты күре тамыр, екінші тобымыздың аты көк тамыр, ал үшінші тобымыздың аты қыл тамыр деп мен 3 топқа бөліп алдым сіздер балалар. Ендеше балалар, біз есімізге алып алайық. Өткен сабағымыз бойынша сұрақтар. Бала, қоректік заттар ағзамызға қалай тарайды? Айта одан Қан арқылы тарайды. Қан арқылы тарайды. Орнымызда тұрып айта береміз бала. Ағзалар оттекті қалай алады? Оттекті қайдан алады ағзаларымыз? Айта одан қайдан аламыз біз оттекті? Мұрын арқылы не істейді? Ол біздің ішкі барады екен, яғни оттекті біз сырттан аламыз, ол біздің мұрын арқылы ішкі ағзамызға қарай барады екен. Келесі, қалдық заттар мен көмірқышқыл газы ағзамыздан қалай шығады? Арсен, Біз ауаны жұтқан кезде біз не жұтамыз? Ауаны жұтамыз. Ал біз тынысымызды шығарған кезде не шығарамыз? Көмірқышқыл газын шығарады екенбіз. Сонда біз қазір бала ауаны оттегіні жұтқан кезде, тыныс алған кезде оттегіні жұтып, керісінше тыныс алуды шығарған кезде ағзамыздағы артық газ, көмірқышқыл газы сыртқа шығады екен. Өте жақсы, тамаша. Және де соңғысы, ағзадағы қан қайда болады деп ойлайсың? Бойымыздағы қан қайда болады деп ойлайсыңдар? Арайлым? Яғни, өте дұрыс, өте жақсы. Яғни ағзамыздағы қан ол біздің бойымыздағы тамырлардың бойында жүреді екен. Өте жақсы. Қан айналым жүйесі қандай мүшелерден тұрады? Яғни балалар, бірінші мына жердегі суретке барлығымыз қарайық. Бұл жерде балалар біздің ішкі ағзамыздың суреті бейнеленген. Енді балалар қарайықшы барлығымыз, бізде ағзамыздың ең негізгі қан айналым жүйесінің бірінші басты орында алатын ол біздің жүрегіміз екен. Осы жүректен тарайтын күре тамыр, міне қалың қой қызыл түспен бейнеленген. Міне қалыңы. Ол күре тамыр деп аталады. Мынау көк тамыр, жуан болып тұрған. Ал енді майда тамырлар бар ғой, бұлардың барлығы қыл тамыр деп аталады екен. Енді балалар, күре тамырымыздың түсі қандай екен? Қызыл. Күре тамырымыз көк. Ал қыл тамырларымыз қандай? Қолды, аяқтың ұшындағы өте майда, және де олар қыл тамырда қызыл да, көк те түс болады екен. Енді балалар, мен сізге қазір қандай тапсырма берем. Екеуі жұптық жұмыс ретінде орындайтын боласыңдар. Бұл жерде балалар, адамның сұлбасы бейнеленген. Осы сұлбаға қарап, оқулыққа қарай отырып, біздің қан айналым жүйесіндегі жүрек қайда орналасқан?
мүмкін. Тамырлар қалай адам бойында орналасуы мүмкін, соны түрлі түсті карандашпен қайеке бала тапсырманы орындап болса, әр топтан бір оқушы шығып, біз судағы қандай қан айналым жүйесінің мүшелерін салған екенбіз кәнекей. Күре тамырдан Абдрахман шыға ғой. Абдрахман шыға қойма. Көк тамырдан Дархан шыға ғой. Қыл тамырдан Санжар шыға ғой. Көрсетіп тұрамыз. Енді Дархан, сен адам сұлбасына қандай қан айналым жүйесінің мүшелерін салып кәнекей айта қойшы. Ортасында тұрған не? Жүрек. Одан кейін қызыл түсті ол не? Ал көк түсті? Көк тамыр. Ал қолдың аяқтың ұшындағылар? Олар қыл тамыр қана. Сен көрсетші Абдрахман. Айта ғой. Жүрек. Қыл тамыр. Күре тамыр. Жоқ, сен қыл тамырды көп жасап салып үлгермеген секілдісің, бірақ я бала, тамыр біздің аяғымыздан бастап ми, миымызға дейін барлығын қоршап жатыр. Ол біздің тамырларымыз. Дұрыс саласың, бірақ бұл жерде қыл тамырларын салмай қалған екен. Санжар? Ортасындағы жүрек. Бала қарандаш, Санжардың жүрегі шынымен оқулықтағы жүрекке өте қатты ұқсайды, иә? Ағай жатыр. Ортасындағы жүрек. Көк тамыр. Мынау күре тамыр. Ал майдалары қыл тамыр. Өте жақсы бала. Санжардікі көбірек ұқсайды екен, иә? Өте жақсы. Яғни қыл тамыр тобының жасаған жұмысы оқулықтарға қаттырақ ұқсайды деп санасақ болады екен. Жақсы отыра қойды. Ал отыра қой. Енді бала, ендеше бала, енді мына сұрақтарға тез жауап бере қойыңдаршы бала. Күре тамыр қандай болады? Күре тамыр. Арнұр? Күресі қандай болады? Күре тамыр қызыл болады. Иә, қызыл болады екен. Ал көк? Кім айтады? Ариза? Көк және қызыл және өте майда болады. Сен барлығын жауап беріп қойдың. Бала көк тамыр, ол көк болады, иә? Және де жуандау болып келеді екен. Ал қыл тамыр қандай болады екен? Арайлы? Көк те қызылда болады, және де оның бөлегі басқа тамырлар қандай болады? Майда, сары болады екен, дұрыс айтасыңдар балаларға. Жаңа өздерің сұлбаны жасаған кезде тура солай ойлаған болатынсыңдар. Енді балалар бәріміз мұқият тыңдаймыз. Айсұлтан, яғни балалар, жалпы қан дегеніміз не? Қан қызыл түсті сұйық зат екен. Яғни ол сұйық болып келеді екен. Ол үнемі қозғалыста болады екен. Яғни ол біздің бойымызда балалар үнемі қозғалып жүреді екен. Қан қоректік заттармен оттекті тасымалдау қызметін атқарады екен, негізгі қызметі. Ересек адамның ағзасында шамамен 5-6 литр қан болса, ал сендер секілді жас балаларда шамамен 3 литрдей қан болады екен. Сонда қазіргі уақытта сендердің бойларында қанша литр қан бар? Ал менің бойымда ше? 5 немесе 6 литр қан болады екен. Енді бала қараңдаршы, қан дейді, мына біздің тамырларымыз, күре тамыр, көк тамыр және қыл тамырларымыз. Осы қан бір-бірімен толық байланысып жатыр екен. Онда қарайықшы, барлығы бір-бірімен несіп жатыр? Байланысып
жатыр. Және де олар бір-бірімен жалғасып жатқан әртүрлі қан тамырлар арқылы қозғалады екен. Енді балалар, адамның бойында сонда нақты қанша түрлі тамыр болады екен? Арнұр айтады, 3 түрлі тамыр болады. Кәлеке біз қазір түретін боламыз. Яғни ол көк тамыр, орысша атауы вена. Вена деген сөз көбінесе медициналық тілде вена сөзі көптеп қолданылады. Ол көк тамыр. Артерия медициналық атауы қазақша және де бұның түсі қандай болып? Қызыл. Және де соңғы үшінші түрі бұл капилляр қылтамыр. Бұл капилляр қылтамыр. Яғни ол біздің қолымыздың, аяғымыздың ұшындағы ми жүйесінде кездесетін ұсақ майда қан тамырларын балалар біз ғылыми тілде капилляр деп айтамыз. Яғни көк тамыр ғылыми тілде вена, күрек тамыр артерия, қылтамыр капилляр деп аталады екен. Енді балалар, біз айтып қояйық, біздің бойымызда 3 түрлі қан бар екен, қан тамырлар жүйесі бар екен. Енді солардың балалар әрбір қан тамыр жүйесінің өзінің атқаратын қызметі болады екен. Яғни мәселен күре тамырдың қызметі балалар оттекке қаныққан қанды ішкі мүшелерге қарай әкеледі. Яғни біз мұрын арқылы оттегін жұтамыз ғой. Сол кезде ол біздің жүрегімізге барады да, жүрек арқылы мынау күре тамырымыз. Осы балалар қаныққан қанды, оттегісі бар қанды біздің бүкіл денемізге апарып шығарады. Енді көк тамыр ағзамыздағы зиянды заттарды сыртқа қарай алып шығады. Ол ағзамыздағы зиянды заттар дегеніміз көмірқышқыл газы, ағзамыздың бойындағы, қанымыздың бойында жүрген әртүрлі вирус, бактериялар, солардың барлығын сыртқа қарай алып шығады екен. Және де соңғы біздің қылтамырымыздың қызметі ұсақ қан тамырда газ алмасу жүйесі, газ алмасу жүреді екен. Міне біздің 3 тамырымыздың әрқайсысының жеке қызметі бар екен. Қызыл тамырымыз ол не істейді екен? Оттегін не істейді? Не істейді екен? Барлық ағзамызға не істейді? Таратады. Ал көк тамыр не істейді екен? Зиянды заттарды ағзамыздан шығарады. Ал капилляр ұсақ тамырында не болады екен? Газ алмасу процесі жүреді екен. Енді балалар, осы қан айналым жүйесінің ең бірден-бір негізгі қызметін атқаратын ол не? Жүрек. Балалар қараңдар, жүректің соғысы, қимылы қандай? Жылдам, ол тоқтай ма? Дем алмайды екен, балалар. Яғни кез келген адамның жүрегі, яғни жиырылу арқылы жұмыс жасайды. Ол ешқашанда тоқтамайды екен. Ол үнемі, тіпті біз ұйықтаған кезде де үнемі қозғалыста болады екен. Енді жүрекке тоқталып өтейікші балалар. Жүрек біздің ағза бойымыздың, денеміздің кеуде қуысында орналасқан екен. Көрдіңдер ма? Кеуде қуысында орналасқан. Яғни жүрек бұл жұдырықтай тығыз, бұлшық етті зат. Жұдырықтай дегеніміз кәнеки бәріміз қолымыз жұдырықтайықшы кәнеки. Балалар, өте бір қызық ақпарат. Арнұр, жұдырықтай дегеніміз, яғни кез келген адамның жұдырығы қандай болса, адамның жүрегінің де көлемі дәл сондай болады екен. Яғни кез келген адамның, мәселен, іңкәрдің жүрегі өзінің осы жұдырығындай деп айтуға болады. Яғни жұдырықтай бұлшық ет дегеніміз осы екен. Ол кеуде қуысының сол жағына қарай орналасқан жүрек дейді балалар. Үнемі жиылып, одан кейін босаңсып жұмыс жасайды екен. Ол бір күнде 100 мыңнан астам рет
жүрек барлық тамырға қан айдайды екен. Яғни ол бір күнде қанша рет жиырылады екен? Шамамен 100-ден астам жиырылады екен. Сонда жүрек мотор секілді қызмет атқарады деп айтсақ та болады екен. Ендеше қазір бала сергіту сәтіне келді. Бала сергіту сәтінде біз қазір мынандай бір зерттеу жасап көреміз. Ол үшін әр топтан бір ұл бала келе қойсын. Арсен келе қой, Дамир келе қой, және де Алихан келе қой. Қазір бала сендер қалғанымыз зерттеп қарап отырамыз, бала кетеміз. Әр топтан бір ұл бала шықты. Қазір үшеуін бірдей отырып тұрамыз. Сол кезде бала біз қазір жүрегіміздің соғысын бақылайтын боламыз. Қазіргі уақытта кәнекей бәріміз қолын ұстайық, тамырымызды тауып көрейік. Тамырымызды соқты ма? Соғып тұрған жеріміздің бәріміз тауып көрейік. Таптыңдар ма? Енді қазіргі уақытта сендер қалай соғып тұр? Bir қалыпты соғып тұр ма? Bir қалыпты соғып тұр. Енді қазір біз дене жаттығуын жасаған кезде жүрегіміздің соғуын өзгере ма? Әлде өзгеріссіз қала ма? Соны байқайтын боламыз. Кәнекей отырып тұрып жасап көрейік. 10 рет. Бірдей. 1, 2, аспа 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ең тамырымызды ұстап көрейік. Ұстап көр. Соғысы қалай болды? Жылдамдады, иә? Демек бала біз бұл жерде нені ұқтық? Адам дене жаттығуын жасаған кезде жүректің соғысы не істейді екен? Жиіленеді, яғни жылдамдайды. Отыра қоямыз. Енді 3 қыз шықсын. Айырша ғой, Нұрсұлу, және де Аялау келе ғой. Бір кезектесіп, секіртпеме секіріп көрейік. Келе ғой айын, сен бірінші секіріп көр. Секіріп көр. Бірінші тамырын соғысын көріп ал. Тамырын соғысы сенде қазір қалай соғып тұр? Жай соғып тұр ма? Bir қалыпты, жайды білмейміз, бір қалыпты соғып тұр. Енді секіртпемен секіргеннен кейін біздің тамырымыздың соғысуы қалай өзгереді екен? Соны байқайтын боламыз. Енді көре ғой, енді тамырын көрші. Міне бала, тамыры өте жылдам соғуда. Яғни бұл дене жаттығуларының әсерінен. Отыра ғой. Нұрсұлу көрейік. Тамырының соғысуы қалай болады? Қазір уақытта бір қалыпты соғып тұр. Сәл отыра ғой. Асықпай. Болды. Енді тамырының соғысуын байқа ғой. Күлмейміз. Жылдан соғып ма? Кәнді көрейік. Өте жылдан соғып тұр. Отыра ғой. Және де аяу болын. Айза. Тамырының соғуына бере ғой. Тамырдың соғуы өте жиіледі. Енді балалар біз осы не ұқтық? Яғни адам дене жаттығуларын жасағанда, жүгіргенде тамырдың жиі соғуы байқалады екен. Және де адам қандай да бір нәрсеге қатты қобалжығанда, бір нәрсеге қатты уайымдаған кезде, немесе кенет бір аяқ астына сіңеді қорқытады ғой. Сол сәтте жүректің қатты тарсылдағанын сезесіңдер ме? Қатты сезіп тіпті мынау тамағымызға дейін жүректің тарсылдағаны тіпті өзімізге сезіледі. Яғни бұл кезде бала жүрек қалыпты сәттен жылдамырақ жұмыс жасағандықтан, оның тамырының қатты соғуы жиілегендіктен біз сол сәтте байқайды екенбіз. Ол кезде жүрек өте жылдамдықпен қатты
қозғалады. Жүрек қатты жылдам қозғалған сайын ол біздің бойымыздағы қанды жылдам айналдырады екен. Яғни қан айналым жүйесі де жылдамдайды екен. Сол себептен де балалар спортпен айналысатын, дене жаттығуларын көп жасайтын адамдардың жаңағы бойындағы қан айналым жүйесі өте жақсы жұмыс жасағандықтан сол адамдар болашақта үлкен ересек адам болған кезде, 40 жасқа жеткен кезде сондай спортпен көп айналысқан адамдардың жүректері өте мықты, яғни жүрек ауруларына шалдықпайтын болады екен. Қазір зерттеу жүргізіп көрейікші. Яғни зерттегенде біз не зерттейміз? Тамырдың соғуын, яғни 1 минутта неше рет соғады. Бірінші тамырымызды тауып аламыз. Соғып тұрған тамырымызды тауып аламыз. Таптық па? Таптық. Енді қазір мен балалар минутқа қояйын. 1 минут уақыт ішінде санап көріңдер, тамырлары неше рет соғады екен. Бастаймыз, санаймыз. Oldu. Kaç yaşındasın? Балалар жақсы, бірақ кейбіреулер мүмкін уақыт басталып кеткеннен кейін санаған болмады. Негізі қалыпты жүрек соғысуы 60-65 рет. 40 дегеніміз ол сендер кешегі соққан балаларыңыз болуы мүмкін. Яғни жүрек 1 минутта қалыпты жағдайда 60-65 рет соғады екен. Үйде осы балалар осы зерттеуді үйге барған кезде кәдімгідей уақытты нақты қойып алып, жүректердің қанша рет соғатындығын байқап білсеңдер болады. Балалар сендерге тағы да қосымша ақпарат, сен білесің бе? 17-ші ғасырда атақты ағылшын дәрігері ғалым Уильям Гарвей жаңалық ашқан екен. Ол ағзадағы қан сұйық шеңбер бойымен қозғалатындығын дәлелдеген екен. Бұл сендерге қосымша ақпарат. Енді балалар есімізге сақтаймыз. Қан айналым жүйесінің мүшелері балалар жүрек және қан тамырлары екен. Осыны ұмытпаймыз. Жүрек және қан тамырлары қан айналым жүйесінің негізгі қызметін атқарады екен. Қан тамырлар ағзаны қоректік затпен және оттекпен қамтамасыз етіп тұрады. Яғни біздің мұрнымыз арқылы ішкі ағзамызға енген оттектің барлығы қан тамырларының бойымен бүкіл денемізге тарайды. Артық, қажетсіз, зиянды қалдықтардың барлығы қан тамырлар, көп тамыр арқылы сыртқа шығарылады. Және де балалар біздің ағзамызға келген тағам арқылы енген дәрумендер, қоректік заттардың барлығы осы қан тамырлар арқылы бүкіл ағзамызға таралады екен. Осыны ұмытпаймыз, есімізге сақтаймыз. Сабақты қорытындылау соңғысы уже бітті. Ағай. Бала ендіше біз бүгінгі сабағымызды аяқтауға жақын қалды. Сабақты қорытындылаймыз. Сабақты қорытындылау үшін балалар біз дәрумендер әдісі арқылы қорытынды жасайды. Дәрумендер дегеніміз не? Ағзамызға заттар, ол біздің өсуімізге, миымыздың жұмыс жасауына септігін тигізетін витаминдер деген. Енді балалар мына жерге қараймыз. Біздің ағзамызға қажетті дәрумендеріміз бар. Енді осы дәрумендерімізді мына біздің ағзамызға қажетті осы дәрумендердің барлығы, соның барлығын ағзамызға сіңіру үшін біз ол үшін сұрақтарға жауап береміз. Сұрақтарға жауап бергенде ғана біз мына витаминдерді ағзамызға сіңіре алады екенбіз.
витаминіміздегі сұрақ. Күре тамыр қандай қызмет атқарады? Күре тамыр қандай қызмет атқарады? Күре тамырының түсі қандай еді? Күре тамыр қызыл. Абдрахман айта алшы. Күре тамырының қызметі қандай? Оттегіні не істейді ол? Ағзаларға не істейді? Тасымалдайды. Яғни балалар, күре тамырының негізгі қызметі ағзамызға енген, сіңген оттегіні бүкіл ағзамызға таратады екен. Келесі дәрумендігіміздегі сұрақ. Көк тамыр тамырының қызметі қандай екен? Көк тамыр. Айталым. Яғни қажетсіз заттарды ағзадан сыртқа не істейді? Шығарады. Келесі сұрағымыз. Қыл тамыр қандай қызмет атқарады? Қыл тамыр. Кім? Үнжуға айталым. Қыл тамыр. Капилляр. Капиллярның қызметі қандай екен? Айталым. Газ алмасу қызметін атқарады. Қан тамырлар ағзаны немен қоректендіреді? Қоректі заттармен қоректендіреді. Яғни балалар біз ағзамызды кері байланыс ретінде смартфон әдісі арқылы мен сізге жасағым келіп тұр. Мен қолымда смартфон бар, барлығын қарап беремін. Осы смартфонға бүгінгі сабақта не ұғындық, не түсіндік, соны жылдам жазып бере қойыңдар маған. Бұл кәнекей жасыл болып қалған сияқтымыз, иә? Кәнекей кім кері байланысы болып береді? Келе ғой, Дамир келе ғой, Арнұр келе ғой, Дархан келе ғой, Жылдан келе ғой, Әлихан кет, Іңкәр дайын болғандарымыз келе ғой, да? Қалғанымыз жазып отыра береміз. Жылдан кері байланысын оқып бере қойып, Әлихан қойын не жазды? Бүгінгі сабақта не өттің? Неге бүгін Жауыстауында күшті өте жақсы сабақ болды ғой. Дархан. Осы қан тамырлармен танысқан екен. Қалай тамырлардың қалай қызмет атқаратындығын білдім дейді. Даусыңды шығарып ғой. Мен бүгін қыл тамыр, күре тамыр, жүрек, көк тамыр, қыл тамырды түсіндім. Өте жақсы. Мен жүрек тамырларды түсіндім. Тамырлар өте маған ұнады. Жақсы. Бүгін қалай жұмыс істейтінін түсіндім. Және де Мен бүгінгі сабақта жүректің қалай жұмыс істейтінін түсіндім. өте жақсы. Балалар кері байланыстар өте жақсы. Отыра қойыңдар. Балалар тыныштық сақтаймыз, қолды қоямыз. Кері байланыстарын әлі жазып аяқтамаған балалар үшін мен тағы да қосымша оқып алатын боламын. Ендеше балалар бүгінгі біздің жаратылыстану сабағынан өткен қан тамырлар жүйесі және олардың қызметі тақырыбында біз көптеген білімді алдық деп ойлаймын. Сабағымыз аяқталды. Яғни бүгін біз балалар нені білдім, нені үйрендім, не білгім келеді және де не ұнады деген сұрақтарға жауап алдық деп ойлаймыз смартфон әдісі арқылы. Ендеше балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың соңында әлі аяқталмас бұрын сізге үйге тапсырма. Осы қан айналым жүйесіндегі тақырыпты мұқият оқып түсініп келеміз. Және де А4 форматына осы жүрек қан тамырлар жүйесінің оқулықтарына соның суретін салып келетін болады екенбіз. Рахмет.